Енді қазақстандықтар зейнетақы қорындағы қаржысын 100% сенімгерлік басқаруға бере алады. Бұл жаңалықты естіген ел компанияларды зерттеуге кірісті. Себебі үкімет зейнетақы жинағына берілетін кепілдікті жойды. Ал инвестициядан түсетін қаржы да одан туатын тәуекелде салымшының өз мойнында. Қалай әрекет еткен дұрыс, қандай компаниялар инвестициялық басқарушылар қатарына кіреді? Бүгінде адамдар міндетті кәсіптік зейнетақының 50%-ын ғана компанияларға инвестициялай алатын еді. Биыл күзден бастап енді 100% аударым жасауға мүмкіндік туады. Дегенмен мемлекет енді сіздің қаражатыңыз үшін жауап бермейді. Салымшы, яғни сіз ақшаны басқаруды өз жауапкершілігіңізге аласыз. Мұндай тәжірибе әлемнің бірқатар елдерінде бар. Мысалы, ақш, Ұлыбритания, Швейцария және Азияның кейбір мемлекеттерінде салымшылар үшін зейнетақы қоры жинақтарының ең төменгі табыстылығын қамтамасыз етуге бағытталған талап бар және ішінара кепілдіктер қарастырылған. Бұл жерде негізі кепілдік бар. Егер мысалы ең төменгі табыс коэффициенті мысалы 10% болатын болса, ал басқарушы компания 8% алып келсе соңғы 12 айдың ішінде, онда басқарушы компания өз капитал есебінен сол 2%-ді өтеуге міндетті болатын болады. Қазірде зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 28 миллиард теңгені құрайды. Активтердің 38%-ы индексті басқару шеңберінде инвестицияланады. Ал инвестициялық портфельді басқаруындағы зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 121 миллиард теңгені құрайды. Бір жылдағы көрсеткіш жалпы кірістің 16%-ын қамтыған. Міне бұл жалпы көрсеткіш, ал инвестициялық компанияға ақша аудармас бұрын оның жалпы соңғы жылдардағы сандық деректеріне мән беріңіз. Билік бұл әлемдік тәжірибеде дәлелденген артықшылығы мол жүйе дейді. Ал халықтың пікірі қандай? Олар 100% аударым жасауға дайын ба? Сұрап білейік. Мен олар компаниялар жаңағы сенімді мемлекет тарапынан бір қолдау көрсетілген сенімді компания болса болады аударуға. Ал бір алаяқтар болса ол болмайды әрине. Ұлттық қор зейнетақыдан алып отқан дұрыс сияқты ғой. Ұлттық қорда жата берсін. Ол жақтан да бақылай алмайсың бұл жерлерді. Қазақстанда инвестициялық басқарушы 6 жеке компания бар. Олар Алатау City Invest, BCC Invest, Centra Securities, Халық Финанс, Халық Global Markets, Тансер Capital. Ал егер аталмыш компаниялар туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, www.npf.kz сайтындағы қызметтер инвестициялық портфельді басқарушылар тізімі бөлімінен, сондай-ақ invest.npf.kz ақпараттық интернет платформасы арқылы зерделеуге болады. Мерия Бразилия, Дос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.